Саламатсыздар ма тағы да? Енді біз мына 5 удержанияны төледік. 2 пенсионка, ОПВ, 3 социалка. Енді бізде ай сайын төлейтініміз ол бізде жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық ИПН және соцналог. Оны төлеу үшін бізде манағыдай зарплатадан ондай не болмайды. Біз налогтарды тікелей платежный поручение исходящий арқылы төлейміз. Создавать етеміз. Создать. Мына жерге тоже бүгінгі даты. Мына жерге платежка. Поручениенің номері кезекті. Мына жерге 21 15.02.24 деп қойық. Аха, біз мына жерде операцияда перечисление налога дегенді таңдаймыз. Получательге бізде управление госдоходов болады. Аха, счеты бәрі шықты. Источник финансирования шықты. Біз бұл жерге вид налогын көрсетеміз. Показать все. И бұл жерден индивидуальный подоход налог тек бірінші. Соны таңдаймыз. На получатель кетіп қалады көбінесе. Қайтып көрсете қоямыз. Ага, источник финансирования бюджет, вне бюджет болады. Программа МБ, РБ деп егер бөлек негізі МБ, РБ налогтарын бөлек көрсетем десеңіздер, бөлек көрсетсеңіздер болады. Былай жалпылама МБ-ны көрсетіледі. Егерде общий бір төлеп тастап МБ деп көрсетсеңіздер, олай да болады. ДДС-ті көрсетсеңіздер болады. 111 программа специфика бойынша оны алдыңғы сабақта айтам. Программа мына жерге МБ-ны көрсетеміз. 3120 ИПН салығы. Енді бұл жерге тек сома салу керек. Соманы біз расчетный ведомстводан қараймыз. Январ бойынша ИПН қанша шыққаны міне. ИПН бізде 55.461 теңге дейді. Мына жерден копировать етіп алайық. Екінші тұрған копировать. И исходящий мына жерге саламыз. Вставить. 55.461 теңге. ИПН налог. Мындай дейді. Мына жерге за январь деп толықтырсаңыздар болады. Комментарийге ИПН за январь. Провести етеміз. Провести етіп. Енді бізде бұл налог төлеген кезде бізде sheet файл деген болмайды. Бұл жерде біз енді общий бір сома төлегендіктен біз бұндай жағдайда через банки кассадағы мына жерде клиент банк арқылы жібереміз. Клиент банкіге жылдызша оқпайық. Клиент банкіге кіреміз. Клиент банкіге кіргеннен кейін мына жерде өз счетымызды көрсетеміз. Бюджетный счетты. Например, 59-56 дейік. Сосын мына жерге дата. Жаңа біз 15.02.24 платежкін істеген датасын қоямыз. Сосын мына жерге обновитті басқаннан кейін астымызға барлық платежкалар шығады. Жақсы. Счеттырды көрсетілмеген екен. 17.37 мен төлеген екенбіз. Мұнда енді қай счетты көрсетесіздер, соны көрсетеді платежкада. 17.37 бізде сонында перечисление налога міне ИПН осы тұр. Именно тек осыны алып қалып, басқаларынан галочканы алып тастаймыз. Осылай. Немесе бұлай тұрғанда мына жерде ақты басып, бәрін алып тастап, тек біреуіне галочка қалдырып, осыны қалдырып, мына жерде астына выгрузить деген бар. Соны басқан кезде автомат түрде мына оң жақ шеттегідей 1С100KL деген как sheet файл сияқты документ береді. Текстовый документ. Ол бізде мына документыда тұр деп тұр менде жаңа ғана. Мынандай форматта тұрады 1С100KL. Оны сіз рабочий столға сақтасаңыздар да болады. Жалпы пойты ол мына жерде тұр. Егер сіз мына жерге өзіңіздің рабочий столыңызды көрсетсеңіз, рабочий стол деп, сохранить деп, онда сол рабочий столға выгрузить еткен кезде сол жерге сақтайды рабочий стол. Мен жаңа ғана рабочий столға сақтадым міне. Осыны жүктеп алғаннан кейін сіз осы құжатты онлайн банкке жүктейсіз. Онлайн банкке жүктегенде жаңағыдай
егерде сізде народный банк болған жағдайда загрузить файл емес 1С exchange деп тұрады. Үшінші құжат онлайн банкте соны таңдайсыз. Егер сізде басқа банк болған жағдайда 1С немесе тоже загрузить файл солай шығып тұрады. Осылай жүктеп онлайн банк арқылы төлей қоясыздар. Тура клиент банк арқылы барлық поставщиктерді жаңағы налогты нені төлейсіздер. ИПН налогын төледік. Енді бізде келесі әлеуметтік салық. Тура жаңағыдай оплачено. Жиырма екінші платежка екен келесі. Мына жерге оплата поставщик емес, перечисление налога. Вид налогқа біз социальный налог дейміз. Мына астыңғы жағында тұр. Получатель газ доходов. Источник финансирования бюджет. Мына жерге МБ дейміз. Мына жерге де МБ дейміз. Вот соцналог шықты. Мына жерге өздеріңіз жазарсыздар. Онлайн банкке дестейтін нәрсені суммасы. Бізде суммасы расчетный ведомство соцналог. Соцналог бізде мін жақта екен. Мына соцналог 70.026 теңге. Копировать немесе мына жерге қолмен терсеңіздер де болады. 70.026 теңге. Провести и провести закрыть. Осыдан кейін біз манағы клиент банкіге барып обновить етіп амжығы датасын қоямыз, обновить етеміз. Тек керегін аламыз. 70.026 теңге соцналог. Соны таңдап выгрузить етеміз. Выгрузить етіп төлеміз. Соцналогты төледік. Енді бізде тағы қандай бар? Удержанияларда бізде профсоюзбен аманат бар екен. Профсоюзбен аманатты төлеген кезде профсоюзды перечисление удержания емес, көп жағдайда біз как жаңағыдай налог сияқты общий соманы бір төлеп жібереміз. Көп жағдайда. Ол үшін біздер тура жаңағыдай бірінші исходящийға барамыз. Мына жерден создавать етіп, оплата поставщику қалады. Поставщик жағдайда мына жерге жиырма үшінші деп қояйық. Теге получательге бізде профсоюздың несін тереміз. Бізде, например, мына жерде енгізілмеген. Бірақ профсоюз мекемесінің контрагентін енгізу керек. Мына жерге енгізіп қойын. Профсоюз Атырау деп қойын. Кәдімгідей толық атауын жазасыздар. Мына жерге бинін жазасыздар. Мен өтірік жазып қойын. КБ-сін жазасыздар 17. Записать. И мына жерге счетін салып, кәдімгідей. Соны салып, контрагент енгізілу керек. Сосын оны мына жерге таңдап, мына жерге счетін көрсетіп, мен жаңа салмағасын шықпай жатыр счеты. Источник финансирования бюджет дейміз. Сосын біз мына жерге сумма платежға бізде профсоюзда қанша сумма, соны көрсетеміз. Мына расчетный ведомство бізде удержание профсоюз дегенде барлығын көрсетеді. Мына профсоюз бойынша бізде 12.138 теңге шыққан екен. Соны копировать етіп, мына жерге салып, мына жерге счетін көрсетіп профсоюз Атыраудың. Именно мына жерге келгенде НДС нені маңызды емес. Программа біз МБ, РБ-ны көрсетеміз. Профсоюз егер МБ-сын бөлек, РБ-сын бөлек төлейм десеңіздер, жеке-жеке платежка беріледі. Мына жерге счет расчетовқа біз 32-40 счетін қоямыз. Өйткені біз удержаниеда профсоюздың счетін 32-де 40 деп бердік. 17-10-ды алып тастаймыз. Бізде мысалға жаңа оборотканы қарайық. Мана қашқан оборотканы жауып тастаппын.
оборотный сальдо ведомств 16.02.24 деп қояйын. Вот мына жер сформировать еткен кезде бізде міне 32.10 счеттары міне жабылып тұр. Мана платежка жасамастан бұрын дебет жағында болған жоқ, өйткені оплата болмағасын. Біз енді оплата жасалынғаннан кейін бұлар жабылып, қарыз жоқ деп тұр. Бізде данный момент тек 32.40 счеты қалып тұр. 12.876. Оның ішінде профсоюз де аманат та бар. Енді біз 12.138 теңгесін төлейін деп жатыр. Мына жерге 32.40 счетін саламыз да КМП-сын қойып, профсоюздың 120, егер қателеспесем. Мына жерге комментарийға профсоюзды жазып қажет жоқ, өйткені поставщик бізде профсоюз. Осыны провести етеміз, сосын жаңағыдай клиент банк арқылы төлейміз. Төлегеннен кейін, вот сформировать еткен кезде бізде міне 12.138 теңге мына жаққа дебет жағына түсіп, тек біздің сальдымыз 738 теңге аманаттың сомасын көрсетіп тұр. Ендігі жердегі мәселе бізде аманат төлеу. Аманат төлеу. Бізде кейде жилстрой удержание болып жатады. Қызметкердің еңбек ақысынан ұсталынып, мекеме төлеп жатады. Ондай жағдайларда бізде зарплатта негізінде мына жерде перечисление удержания деген бар. Перечисление удержанияны таңдап, создавать етіп, профсоюзда негізі осымен болады. Бірақ бізде профсоюзға общий соманы бір төлеп жатады. Мына жерге январды көрсетеміз. Январ. Вот мына жерге вид удержания аманат, профсоюз таңдаймыз, аманат. И автозаполнение берген кезде бізде міне аманаттың сомалары нелері шығады. Банкты көрсетсеңіздер болады, көрсетпесеңіздер де болады. Мына счетқа біз 32.40 аманаттың счетін беруіміз керек. Мына жерде 32.30 болу керек. Провести етеміз. Провести етіп, создать на основании платежного поручения исходящий жасап, осы арқылы да төлеуге болады. Профсоюзды да, аманатты да, жаңағыда жилстройдың, именно жилстройдың өзі әлі үй алмаған, бірақ жилстройдың счетына салған жағдайда осындай удержаниялар жасалынғаннан кейін, плановый удержание, осылай төлей аламыз. 24 дейік. Получатель бізде аманаттың тоже несін салуымыз керек, контрагенттің. Мына жерге әзірше аманат деп қоя тұрайын, бірақ кәдімгідей аманат, филиал Атырау, анау-мынау, бейіні, КБСі, банктік шоты болуы қажет. Осылай қойылып, счет получателі шығады. Мына жерге КМП-сын қоясыздар. Мына жерге аманат тоже заяны бар. Осылай жасап төлеп жібересіздер. Вот провести етілді. Енді КМП-сын қоямыз. КМП қандай болатынын провести етіп, клиент банк арқылы, клиент банк арқылы емес, именно мына жерлерде шит файлмен төлесеңіз болады. Шит файлды сформировать етіп, перечисление удержанияда ішінде каждый кісіге мынандай сумма деп шығарып береді. Шит файл арқылы. Немесе аманатты общий төлейтіндер де болады. Ол жаңағы профсоюз сияқты оплата поставщику, мына жерде аманат, суммасы, общий суммасы, сөйтіп төлеп жібересіздер. Жақсы, түсінікті болды деп ойлаймын. Жаңа менде соңғы платежканы сформировать етейік. Вот мына жерде бізде сальды қалған жоқ, барлық ұсталымдар төленді. Жақсы, сау болыңыздар.